Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үйде табиғи сабын жасаудың оңай екенін көрсетемін. Ол үшін бізге 2 ас қасық қырмызы, 2 лавр жапырағы керек. 100 мг ыстық су құйып, 20 минутқа тұндырып қоямыз. Қырмызы тітіркенген теріні тыныштандырады, қабынуды басады, теріні ылғалдандырады және жұмсартады. Тері жұмсақ және серпімді болады. Бізге 1 дана балалар сабыны керек. Сабынды майда үкіштен өткіземіз. Лавр жапырағы антисептикалық қасиетке ие. Терідегі бактериялар мен саңырауқұлақтармен күреседі. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Лайк басыңыздар, видео рецепттермен достарыңызбен бөлісіңіздер. Сабынды ыдысқа саламыз. Қайнатпаны електен өткізіп, 50 мг қосамыз. Ыдысқа су құйып, су моншасын дайындаймыз. Сабын ермей жатса, су моншасында ертіп, үнемі араластыруды ұмытпаймыз. Егер масса аздап қалыңдаса және сіз араластыра алмасаңыз, оны су моншасында қыздырыңыз. Бір шай қасық ақсазға 1 ас қасық қайнатпаны қосып араластырамыз. Ақсаз қоспасын сабынға қосып араластырамыз. Он тамшы теңіз шырғанақ майын қосамыз. Теңіз шырғанақ майы құрғақ теріні ылғалдандырады және нәрлендіреді, қабыршақтануды болдырмайды. Сонымен қатар, жаралар мен терінің кішігірім жарақаттарын емдеуге көмектеседі. Жеті тамшы жасмин майын қосыңыз. Жасмин терінің жалпы жағдайын жақсартады, оның жасаруына ықпал етеді және оның серпімділігін жақсартады. Сабын пішіндерін шығару үшін біз қағаз формасындағы ыдыстарды қолданамыз. Сабынды шамамен 3 бөлікке бөліңіз. Дайын болған сабынды тоңазытқышта 1 түнге қалдырасыз. Бұл табиғи дене сабыны гипоаллергенді және антисептикалық қабынуға қарсы әсері бар. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.